Қорылдаудың 5 сыяны. Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Шаршаған күні қатты ұйықтап қорылдағанымызды байқамай қаламыз. Қасымыздағылар түнде қорылдадың деп ескерту айтса таң қаламыз. Қорылдаудың зияны қазір білінбеуі мүмкін. Дегенмен оның салдары уақыт өте келе біліне бастайды. Ол үшін қатердің алдын алу керек. Олай болса қорылдаудың адам ағзасына тигізер әсері жөнінде біле жүріңіздер. Біріншісі, басыңыз ауырады. Қорылдаудың әсерінен бастың ауруы жиілей түседі. Ұйқы кезінде дұрыс тыныс алмасаңыз, оттегіні жұтып, көмірқышқыл газын бөліп шығару қиынға соғады. Соның салдарынан мидағы қан тамырлары қысылып, бас ауру пайда болады. Қорылдауды тыйып, дұрыс тыныс алу үшін стоматолог, отоларинголог секілді мамандармен кеңесіп ақыл сұраңыз. Ұйықтар алдында бүйрегіңізге жастық қойып жатсаңыз, қорылдауды өздеріңізден тыюыңыз мүмкін. Екіншісі, инсультке шалдығуыңыз мүмкін. Қытай ғалымдары қорылдайтын адамдардың ағзасында инсульттің 26%-ға артатынын анықтаған. Қорылдаудың әсерінен күре тамырда түйіндер пайда болады. Бұл инсультке әкеп соқтырады. Зерттеулерге сүйенсек, көбіне толық адамдар қорылдайды екен. Демек, инсультке толық адамдар көп шалдығады. Есте сақтау қабілетіңіз төмендейді. Бұл үшіншісі. Қорылдаған адамның есте сақтау қабілеті қорылдамайтындарға қарағанда 10 жылға азаяды. Тыныс алудың бұзылуының әсерінен ми жолындағы сұйықтық көлемі артады. Қан айналымын реттейтін және мидың қызметін қадағалайтын сұйықтық ақпаратты миға жеткізеді. Сондықтан оның өз мөлшерінен артуы денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Егер дер кезінде қорылдауды тыйып емделетін болсаңыз, мұның да өз қалпына келетіні сөзсіз. Төртіншісі, жүрекке де зияны бар. Жас ұлғайған сайын қорылдау тыйылмаса, адам жүрек ауруына шалдығады. Үнемі шаршап жүретін адамдар бұған қалай кезіккенін аңғармайда қалады. Негізінен адам шалқасынан жатса қатты қорылдайды. Қорылдаған адамды оң жақ бүйірімен жатқызу керек. Сол жақ бүйірімен жатқызуға болмайды. Себебі дұрыс тыныс ала алмайтын адамның жүрегіне салмақ түссе, іс насырға шабады. Ал бесіншісі, күйзеліске шалдығасыз. Қорылдайтын адамдардың 50%-ы күйзеліске ұшыраған жандар. Австралиялық ғалымдардың айтуынша, қорыл күйзеліске, күйзеліс қорылға келеді. Яғни адамда бірінші қорыл пайда болса, күйзеліске ұшырайды. Егер алдымен күйзелістен шаршап жүрсе, түн ұйқысын қорылмен өткізеді. Ғалымдар мұның алдын алу үшін аптаның 3 сағатын жаттығу залында өткізу керек екендігін айтады. Бұл күйзелісті 19%-ға төмендетеді. Бұл жағдайлар бір кездері алдымыздан шығуы мүмкін. Ағзамызды дерттен қорғап, өз-өзімізді шыңдап жүрсек, әдемі қартаятынымыз белгілі. Сондықтан да денсаулығымызға өзіміз қиянат жасамайық.